Сәлем достар, бүгін осындай керемет дәмді рулет жасаймыз. Ол үшін ең бірінші менің парақшама тіркеліп қойыңыздар. Бұндай рулет жасау үшін бізге магазинде кез келген печеньеден 200-300 грамын алып, блендермен жақсылап үгітіп аламыз. Үстінен 200 мл сүтті құямыз. Жақсылап араластырып, бұл массаны пищевая пленканың үстіне салып, үстінен пергамент қағазды қойып, оқтамен жайып шығамыз. Тестаны жайған сияқты жайып шығамыз да, пергамент қағазды алып тастап, үстінен крем, жақсылап кремді қалыңырақ қылып жағамыз. Крем ол сливки, творожный сыр және қантпен өте дәмді крем шығады. Кремді жақсылап жаққа соң, жаңағы пищевая пленкамен бұл массаны домалатып, рулет қылып, домалатып аламыз да, любой кез келген шоколадты ертіп, үстінен құйып, креммен әрлендіріп шығамыз. 2-3 сағатқа холодильникке қоямыз. Сосын осындай керемет дәмді, өте тез дайындалатын рулет шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.